Selam dostlar. Әжемнің асханасына қош келдіңіздер. Бүгін біз сметанник, яғни қаймақты пирог жасаймыз. Бізге керекті заттар: қопсытқыш 10 грамм, 100 грамм сары май ерітілген, 100 грамм қант, 1 жұмыртқа және 250 грамм ұн. Егер де біздің видеоларымыз ұнап жатса, лайк басып, тіркеліп, комментарий қалдырыңыздар. Бірінші основасын, яғни қамырын даярлап аламыз. Оған біз бірінші жұмыртқамызды саламыз. Мінекей 1 жұмыртқа, 100 грамм ерітілген сары май немесе маргарин, 100 грамм қант. Енді жақсылап осы үшеуін араластырып аламыз. Бірінші ұнымызбен қопсытқышымызды електе араластырып, електен өткіземіз. Енді 10 грамм қопсытқыш араластырып, ал енді електен өткіземіз. Тағы кішкене ұн қосамыз. Міне достар, біздің қамырымыз дайын болды. Енді осыны жарты сағат немесе 1 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Ал енді қоспасына көштік. Оған қажетті заттар: 20% қаймақ, 3 жұмыртқа және 100 грамм қант. Бірінші қаймағымызды салып аламыз. Міне мен 400 грамм 20% қаймағымды салдым. Енді 100 грамм қант саламыз. 3 жұмыртқа, енді барлығын жақсылап араластырамыз. Ал 1 сағатымыз өтті, қамырымызды тоңазытқыштан алдық. Енді формамызға жайғастырамыз. Формаға май жағу міндетті түрде емес. Бірінші мен осылай астын істеп аламын, сосын үстіне кірісемін. Достар, қамырымызды жайғастырдық. Қаймағымызды құямыз. Градуста 40-45 минут пісіріп аламыз.